Қымбатты балалар, сендер оқу жылын органикалық заттардың таңғажайып әлеміне саяхатпен бастайсыңдар. Ароматты қосыстар қатары тарауынан бензол және оның туындыларының ароматты деп аталу себебін білетін боласыңдар. Бензол мен оның гомологтарында қаныққан және қанықпаған көмірсутектердегі химиялық байланыстан өзгеше, ароматты деп аталатын ерекше байланыстың қалай түзілетінін түсінесіңдер. Бензол біздің өмірімізде маңызды рөл атқаратын көптеген органикалық заттарды алуда бастапқы зат болып табылатынын білесіңдер. Карбонилді қосыстар тарауында формальдегидтің 35-40% судағы ерітіндісі формалиннің органикалық заттарды, ағзалар мен организмдерді бальзамдауға, анатомиялық препараттарды консервілеуге қолданылатыны туралы мәлімет аласыңдар. Карбон қышқылдарымен танысқанда, қалақай мен құмырсқа шаққанда біздің денеміздің неге ашитынын, сонымен қатар карбон қышқылдарының өсімдік және жануар майларының құрамында кездесетіні жайлы білесіңдер. Гүлдер мен жеміс-жидектердің хош иісті болуы олардың құрамындағы күрделі эфирлерге байланысты екенін түсінесіңдер. Аминдер және амин қышқылдары тарауында амин қышқылдары құрамында амин NH2 және карбоксил SOOH топтары бар екітайлы қасиет көрсететін азотты органикалық қосылыстар екеніне тәжірибе түрінде көз жеткізесіңдер. Тарауда амин қышқылдардың биологиялық маңызының ерекше екені сөз болады. Өйткені олар тіршіліктің негізі болып табылатын нәруыздардың құрамына кіреді. Адам өмірінде маңызды рөл атқаратын және табиғатта кең таралған қосылыстардың бірі көмірсулар. Олардың олай аталу себебін, қасиеттері мен маңызы туралы мәліметтер оқулықтың тірі организм химиясы тарауында берілген. Глюкоза мен фруктоза жеміс-жидектер мен балға тәтті дәм береді, ал сахароза бізге кәдімгі қант ретінде таныс. Крахмал мен целлюлозаның табиғи полимер екенін білесіңдер. Осы тарауда нәруыздар құрылысын күрделі екенін білетін боласыңдар және нәруыздар синтездеуге бола ма деген сұрақтың жауабын табасыңдар. Тірі организмдерде катализатор қызметін атқаратын ферменттердің де нәруыздарға жататынын және осы ферменттердің әсерінен адам организміндегі тіршіліктің 24 сағат бойы үздіксіз жүретінін білесіңдер. Нуклеин қышқылдарын зерделегенде неге ата-анамыздан тұқым қуалаушылық белгілерінің берілетіні туралы құпияны ашасыңдар. Синтетикалық полимерлер тарауында адам өмірінің барлық саласында кеңінен қолданылатын пластмассалар, синтетикалық көксағыздар мен синтетикалық талшықтармен танысып, оларды алу әдістерін білетін боласыңдар. Сонымен қатар, Қазақстанда өндірілетін полимерлер туралы мағлұматтар аласыңдар. Органикалық заттардың көп түрлі болуының себебін, оларды танып білуді органикалық синтез тарауында қарастырасыңдар. 7-ші тарауда 14-ші немесе 4-ші атом элементтері мен олардың қосылыстарының қасиеттерінің өзгеру заңдылықтарын оқып үйренесіңдер. Компьютердің бөлшектері жасалатын кремнийдің алыну жолын білесіңдер. Азот және күкірт тарауында аммиак, азоттың айтқыштарын, күкірт қышқылын өндірумен, химиялық өндірістің ғылыми принциптерімен танысасыңдар. Атмосфераның азот, күкірт оксидтерімен ластануын, қышқыл жаңбырдың түзілуін және оның қоршаған ортаға әсерін талдайсыңдар. Металдар өндірісі тарауында шойын, болат сияқты темірдің маңызды құймаларын өндіру, алюминий алуда электролиз әдісін қолдануды қарастырасыңдар. Оқулықта қышқыл негіз ерітінділер тақырыбында орын алған. Қосылыстардың қышқылдық негіздік қасиеттері Арениус, Бренстед, Лоури, Льюис теориялары тұрғысынан қарастырылады. Буферлі ерітінділер ортаның нақты pH мәндерін үздіксіз ұстап тұратын арнайы қоспалар екені туралы білесіңдер. 11-ші тарауда ауыспалы металдардың жалпы сипаттамасы мен қасиеттерін, биологиялық маңызын зерделейсіңдер. Оқулықта берілген жаңа тақырыптардың бірі кешенді қосылыстар. Олардың табиғатта маңызы зор. Барлық дерлік ферменттер, көптеген гормондар, дәрілер, биологиялық белсенді заттар кешенді қосылыстарға жатады. Мысалы, қан гемоглобині темірдің, ал хлорофилл магнийдің кешенді қосылыстары болып табылады. Соңғы жылдары әлемде нанотехнологияның қарқынды дамуы байқалады. Нанотехнологияны жартылай өткізгіштер, медицинада,
сенсорлық технологиялар, экология, автокөлік, құрылыс материалдар, биотехнология, химия, авиация және астронавтика, машина жасау және тоқыма өнеркәсібі сияқты өндірістерде жан-жақты пайдалану мүмкіндіктері өсіп келеді. Нанотехнология өнімдерін пайдалану, шикізат пен энергияны үнемдеуге, атмосфераға шығарылатын зиянды қалдықтарды азайтуға және соның нәтижесінде экономиканың тұрақты дамуына ықпал ететін болады. Қазіргі уақытта дәрі-дәрмектер негізінен химиялық синтез арқылы алынады. Ол оқулықта аспиринді алу мысалында қарастырылған. Желінбейтін шиналар, оқ өтпейтін киімдер, өте берік тростар және басқа да бұйымдар өндірілетін ерекше қасиеті бар кевлар талшығы туралы жаңа заттар мен материалдар тарауынан білетін боласыңдар. Жасыл химия тарауында зиянды және улы химикаттарды пайдалануды азайту немесе жоюдың жаңа инновациялық тәсілдері қарастырылады. Жасыл химия экологиялық проблемаларды шешудің жаңа әдісі болып табылады. Жасыл химияның мақсаты оның 12 принципінде қамтылған. Оқулықта адамзаттың шаруашылық іс-әрекетінен қоршаған ортаның ластануы, озон қабатының бұзылуы және жаһандық жылынудан туындайтын экологиялық проблемаларда қарастырылады. Қазақстандағы экологиялық проблемалар мен оларды шешу жолдары да оқулықтан көрініс тапқан. Сендер химия әлемінің көптеген қызықты жаңалықтарын біліп қана қоймай, оларды өмірде қолдана білсін деген мақсатпен оқулықта сен білесің бе, өзіміз жасаймыз, ойлан, бұл қызық, есте сақтаңдар және химиядан алған біліміңді қолдана біл сияқты айдарларға көңіл бөлінген. Оқулықпен жұмыс жасауды жеңілдету үшін мұқабаның ішкі бетінде арнайы шартты белгілер берілген. Біз биыл да өзіміз қалыптастырған дәстүр бойынша курста оқылатын химиялық ұғымдардың қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде глоссарийін бердік. Сендердің химиямен достықтарың нығайып, болашақта отынның жаңа түрлерін немесе адамзатқа қажетті жаңа материалдарды ойлап табуға деген құлшыныстарың артады деп сенеміз. Сендерге жаңа табыстар тілейміз.